Сәлем достар, бүгін біз қазақ эстрадасының ең танымал әрі ең көп талқыланатын әншілерінің бірі Ерке Есмахан туралы әңгімелейміз. Оның әндерін миллиондаған адам тыңдайды, әлеуметтік желідегі әрбір жазбасын жүздеген мың адам бақылайды. Бірақ Еркенің өмір жолы қандай болды? Ол қалайша қарапайым ауыл қызынан Қазақстанның ең танымал жұлдыздарының біріне айналды? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздейміз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыз, лайк басып, комментарий жазып қолдап отырыңыздар. Ерке Есмахан 1984 жылы Ақтөбе облысы Ырғыз ауданында дүниеге келген. Бала кезінен өнерге жақын болып өсті. Көпшілік білмейтін қызық дерек, Ерке алғашында эстрада әншісі емес, опера әншісі болуды армандаған. Музыкаға деген қызығушылығы ерте оянып, ата-анасы оның қабілетін байқап, арнайы музыкалық білім алуына қолдау көрсетеді. Ол Ахмет Жұбанов атындағы Ақтөбе музыкалық колледжінде, одан соң Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында білім алады. Сондықтан Еркенің қазіргі сахнадағы жетістігінің артында көп жылдық кәсіби дайындығы жатыр. Көпшілік оны бірден танымал болып кеткен әнші деп ойлауы мүмкін, бірақ оның өнер жолы оңай болған жоқ. Үлкен сахнадағы алғашқы қадамдарын ол Іңкәр қыздар тобында бастады. Бұл топтың продюсері Баян Алагөзова болатын. Сол кезеңде Ерке сахна мәдениетін үйреніп, шоу-бизнес әлемінің қыр-сырын меңгерді. Алайда нағыз танымалдылық оған жеке шығармашылық жолға шыққаннан кейін ғана келді. Еркенің халыққа кеңінен танылуына бірнеше ән себеп болды. Алғашқы танымал шығармаларының қатарында Асыл арман, Бал сезім, Айша бибі әндері бар. Бірақ оның шығармашылық өміріндегі үлкен серпіліс 2015 жылы болды. Ол кезде Ерке мен Төреғали Төрәлі орындаған Алло әні бүкіл елге танылды. Ән қысқа уақыт ішінде хитке айналып, халықтың сүйікті туындысына айналды. Бірақ бұл тек бастамасы еді. 2017 жылы шыққан Қайда әні Еркенің шығармашылық тағдырын түбегейлі өзгертті. Бұл ән Қазақстанда ғана емес, шетелдегі қазақтар арасында да үлкен танымалдыққа ие болды. Клип миллиондаған қаралым жинап, қазақ тіліндегі ең танымал музыкалық бейнебаяндардың біріне айналды. Сол кезден бастап Ерке Есмахан елдегі ең сұранысқа ие әншілердің қатарына қосылды. Одан кейін шыққан Аэропорт, Сен қыз және басқа да әндері оның жұлдыздық мәртебесін одан әрі нығайтты. Көп адам Еркені тек әнші ретінде таниды, алайда оның тағы бір ерекше қыры бар. Ол өзін продюсер ретінде де сынап көрді. 2018 жылы жарық көрген Кафе Махаббат фильмінің продюсері болып, басты рөлдердің бірін өзі сомдады. Бұл оның тек сахнада ғана емес, кино индустриясында да жұмыс істей алатынын көрсетті. Ерке туралы айтқанда, оның әлеуметтік желідегі белсенділігін ерекше атап өткен жөн. Бүгінде ол Қазақстандағы ең ықпалды Instagram тұлғалардың бірі саналады. Миллиондаған оқырманы оның өміріндегі жаңалықтарды күн сайын бақылап отырады. Жанкүйерлердің Еркені жақсы көруінің тағы бір себебі оның шынайылығы. Ол тек жетістіктерін ғана емес, өміріндегі қиындықтарын да жасырмай айтады. Сондықтан көптеген адамдар оны өзіне жақын қабылдайды. Тағы бір қызық дерек, Еркенің есімі оның мінезіне сәйкес келеді. Қазақ тілінде Ерке сөзі еркелеген сүйікті қыз деген мағына береді. Өзі де сұхбаттарында бала кезінен ашық мінезді, эмоцияға берілетін адам болғанын бірнеше рет айтқан. Мүмкін дәл осы табиғилық оны халыққа жақындатып жүрген шығар. Әнші үшін отбасы әрдайым бірінші орында. Оның алғашқы некесінен Мүсілім есімді ұлы дүниеге келген. Кейін жеке өмірінде өзгерістер болып, жаңа өмір кезеңі басталды. 2023 жылы Ерке әнші Райымбек Бақтыгереевпен шаңырақ көтерді. Бұл жаңалық әлеуметтік желілерде кеңінен талқыланып, ел назарын аударды. Қазір әнші отбасылық өміріне көп көңіл бөліп, балалармен бірге өткізген сәттерін жиі жариялап тұрады. Еркенің тағы бір жақсы көретін ісі саяхаттау. Ол түрлі елдерге барып, жаңа мәдениеттермен танысқанды ұнатады. Бос уақытында кітап оқып, отбасымен бірге демалғанды жақсы көреді. Сонымен қатар шығармашылық процестің өзіне белсенді араласады. Көптеген әндерінің идеясы, бейнебаян концепциясы және сахналық образдары оның тікелей қатысуымен жасалады. Бәлкім, Ерке Есмахан тарихындағы ең маңызды сабақ табыстың кеш келсе де келетіндігі шығар. Көптеген жұлдыздар жас кезінде танымал болса, Еркенің ең үлкен жетістіктері 30 жастан кейін келді. Ол ешқашан тоқтамады, өзіне сенді және үздіксіз еңбек етті. Сол еңбектің нәтижесінде бүгінде қазақ эстрадасының ең ықпалды әйелдерінің біріне айналды.
Қорытындылай келе, Ерке Есмахан жай ғана әнші емес, ол кәсіби музыкант, актриса, продюсер, блогер, ана және миллиондаған адамның сүйікті өнер иесі. Қарапайым ауылдан шыққан қыздың Қазақстандағы ең танымал жұлдыздардың біріне айналуы таланттың, еңбектің және табандылықтың жарқын мысалы. Ал сіз Ерке Есмаханның қай әнін ерекше жақсы көресіз? Пікірге жазып кеттіңіз. Бейнеролик ұнаса лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Кездескенше аман болайық.